Құрметті әріптестер, бүгінгі біздің өтетін нейросет бұл бізде DID деп аталады. Біз міне бірінші атауын жазамыз, одан бірінші өткен кезде мынандай раутер шығады. Соның ішінде бізде міне қазіргі уақытта Instagram болсын, TikTok болсын, ақын жазушылардың портреттерін сөйлетіп қойғанды көріп жүрміз. Сол секілді мен өзімде жасап көрген болатын, мысалы абайыпты. Соны қалай жасау керектігін сіздерге үйрететін боламын. Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба, құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз. Енді осыны қалай жасау туралы айтамын. Құрметті әріптестер, енді біз одан әрі жалғастырамыз, қалай видео жасау керек екенін көрсетеміз. Мысалы деген создать видео деген басамыз. Осы жерде мынаны бассаңыз, өзіңіздің керекті фотоларыңызды компьютерде сақтап тұрғанымызды соны алуға болады. Міне Ыбырай Алтынсариннің суретін салып алдық. Енді біздер мына жерге, сценарий деген жерге не айту керек жазатын боламыз. Міне мысалы мына жерге кел балалар оқылық деген. Анда деген не максималды 10 сөз жазылу керек. Сосын мұнда ағылшын тілін ауыстыруымыз керек. Қазақ тіліне қоямыз. Ер адамның дауысын таңдаған кезде Дәулет дегенді, ал қазақша қыз баланың дауысын таңдайтын болса, онда біздер Айгүл дегенді таңдап, өзімізде қажетті дауысты жаза аламыз. Сосын тілді ауыстыруды тағы да ұмытпаңыз. Көрдіңіз, Дәулетті таңдадық. Сосын жерде скоростьты азайтуға болады. Енді қазір видеомызды көрейік. Енді біздер жазылған видеомызды, дауыспен жазылған видеомызды тыңдап көрейік. Бір Аллаға сиынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Көрдіңіздер, скоростьін көбейтіп, азайтып, тағы да өзгертуге болады. Енді біздер өзімізді жүктеп аламыз. Жүктелді. Ыбырай Алтынсарин деп. Осы жерден қайтадан тыңдап көруге болады. Мына көріп отырсыздар, мына жерде видеоны бассаңыздар, басып, мына жерге мысалы деген нелер бар, суреттер бар. Суреттерін алып, соған жаңа біздің өлеңімізді жазып, мына жерге. Дәулетті таңдап, осылай. Бір Аллаға сиынып, кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықыласпен тоқылық. Осы өлеңді де мына суретке айтқызуға болады. Міне өзімнің осы нейросет арқылы жасаған жұмыстарым осы жерде тұр, сақталады. Сақтап алуға болады, жүктеп алуға болады. Және де айта кететін жайт, мұнда деген бізге деген жаңа 20 кредит деген беріледі. Соны пайдаланған сайын ол азая береді. Сол мүмкіндікті пайдаланып бірнеше суреттер жасап алуға болады. Мен мысалы осы жерде 6 сурет жасаған болсам, соның бәріне де осындай ұпай кетіп отырды. Осы жерде айта кететін жайт, міне мысалы осы жерден серверге кіруге болады. Жаңа ең бірінші мына сайтқа кіреді, сайтқа кіргеннен кейін онда да Google аккаунт арқылы осы сайтқа кіруге болады. Соны тағы да қайталап айтып кетіп жатырмын. Бүгінгі сабақтың алдағы көп рахмет.